Бәріміз қазіргі немен айтқанда бәріміз үчіліп тілмейді, мантион болдық қой біз. Шашты қайыру, тағы да басқа киіну, анау, бірақ бәрі пустой. Ассалаумағалейкум достар. Біз қазір Қазақ драма театрына кетіп бара жатырмыз. Анда форум болып жатыр дейді, білмеймін қандай форум екен, жастармен кездесу ма. Сол форумда бізде бүгін Райым бар қонақта арасында. Қазір барамыз, чопа-чон көреміз. Ну, тоза форум. Аллам форумы. Пайдасы бар форумда, жоқ форумда білеміз қазір. Құрметті достар, міне мынау Қазақ драма театры бізде. На главный трасс, но акимат. Нас знают, сами снял. Қалайсың? Нәшсің? Опять ты, да? Орал дата құттай қала қараш постоянно осы жігіттер баяғы. Сен де постоянно осы ғой. Вот такая атмосфера тут творится. Тут бизнес-форум. Были очень тяжелые моменты. Я помню, были времена, где я в офисе сидела, плакала. Но в тот момент мне всегда мой шеф говорил: Айнаш, если тебе тяжело, позвони мне, поплачь мне, но никогда не показывай свои слезы перед своим сотрудником. Для них ты очень сильная. И за короткий момент у нас получилось. Мы за 3 месяца город Уральск по поездкам вышло в топ-3. И... Қалайсың, қандай нелер алып жатсың? Өзіңе керекті нәрселер, жақсы нәрселер алып жатсың ба? Әлде сот шығып жатсың ба, чисто? Орысша түсінбеймін просто. Орысша түсінбейсің ба? Білмеймін, бизнестің бәрі орысша өте ма, білмеймін. Телефоныңда да орысша бір приложение ашып отырсың. Суреттеріне қарап отырмын ғой. Просто суреттеріне. Анарым да суреттеріне қарап отыр. Қозғалып тұр ғой ол суреттерді. Анадан сұрайын. Организатор кім? Жасатам. Айнаш деген қыз бана гость болып келіп отқан. Спикер просто. Алдында бизнес пауэр деген соны кім ау? Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге алдыңғы влогта айтқан болатын, яғни жұмысымды көргілеріңіз келсе жазыңыздар деп. Бүгін соның күннің сәті келіп тұр. Мен өзім қатты температура етіп ауырып тұрмын, бірақ сонда да сіздер үшін түсіріп жатырмын, құрметті достар. Мінекей мен мына жерде отырып монтаж жасаймын, сюжеттерді, новостиді осы компьютерде отырып монтаждаймын. Влогтардың да тең жартысы 50% осы компьютерде монтаждалады. Қазір енді студияға барамыз, көрсетеміздер. Біржан, мына суфлерді құттай жүргізе салған біреуін оқи салшы просто. Аға. Мына құрметті достар, мінекей суфлерді көрсетіп жіберейін сіздерге қалай болатын процесс. Жыл басынан бері 15 мемлекеттік органда 128 сыбайлас жемқорлық қатері анықталған. Агенттік жүргізген мониторинг нәтижесінде заңсыз әрекетке барған мемлекеттік қызметшілерге айыппұл салынған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте айтылды. Міне осындай процесс бізде новости осылай жазылады. Мереке қарсаңында облыстық қорғаныс істері жөніндегі Все, Біржан, рахмет көп. Жоқ, оқешкі мұны. Рахмет жарайды. Міне құрметті достар, біздің дикторымыз студиядан шықты. Есімі Біржан. Жалпы осындай
қазірден дамып жатқан YouTube арналарына көзқарасыңыз қалай? Көзқарас жаман емес енді, ол жаңа технология, әлеуметтік желі арқылы, сондай каналдар арқылы халықпен, жалпы қоғаммен байланыс орнатқан өте жақсы деп есептеймін. Бірақ та озығын тастап, озығын алуымыз керек. Қалай ойлайсың, болашақта осындай телевидениялар қалар ма екен? Әрине, ертең болашақта біздің керегіміз болмай қалады. Қазір Қытайлар роботтар шығарып жатыр. Сол секілді. Мен сол кезде хабарласайыншы, мен сенің мына YouTube каналыма жұмысқа аламын. Ойнап айтамын. Шатың кім? Қай жылғысың? Неғып жүрсің мұнда? Неғып жүрсің мұнда? Сен қазақша түсінбейсің да? Өкінішті. Қазақша түсінбейтін рас емес пе? Сіздердің көзқарастарыңыз қалай қазақша қазақтарға? Асылжан оқиын деп жатырмын. Қадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрында жастар қуаты, көшбасшылық, жаңа бастамалар даму тақырыбында облыс жастарының форумы ұйымдастырылды. Шара барысында түрлі салада табысты еңбек етіп жүрген танымал спикерлер сөз сөйлеп, мақсатқа жетудің құпияларымен бөлісті. Форумға жиналған жастардың осалы жоқ, әрқайсысы өзінше мықты. Бірі бизнес бастап шаруасын шалқытып отыр, бірі білім қуып ғылыми жобаларды жүзеге асырып жатыр. Олардың қатарында өнермен өрге жүзген Жайықтың түлегі Назар аудар комедия театрының актері Ақболат Өтебаев та бар. Жайдарман кіта сахналарында мықтылықтарын мойындатқан танымал ұйымның мүшесі жерлестермен жүздесу үшін Астанадан арнайы келді. Еснаға бір жерде өзім үлкен рахмет айтамын. Сол жердің өмірдегі ең бір өзгерістердің бірі ол. Біз бәріміз қазіргі немен айтқанда, бәрімізге түсінікті тілмен айтайын, манекен болдық қой біз. Шашты қайыру, тағы да басқа киіну, анау, бірақ бәрі пустой. Мұнда дым жоқ. Қазақ дейсің, әкеңнің атын білесің, атаңның атын білесің, жақсы жеті атаңның атын білесің, бірақ қазақ екенін дәлелдей алмайсың ары қарай. Неге? Өйткені тарихты білмейміз, оқымағанбыз. Ол сценарийға да отражаться етеді, оқымаған. Қазір оқып отыр ғой, осыған дейін оқып кетіп, оқу керек екен, мен сол кезде түсіндім. Жаңа айтып отырмын, ұмытқанмын. Так, қай жерде келіп қалдым? Еснаға біздің полный музейларды аралап, концерттармен жүреміз, Абай Құнанбаевтың үйіне барамыз. Абай Құнанбаевтың мектепте оқымаған, кітапта оқымаған сияқты болып тыңдады ғана кісі бар ғой. Содан кейін Ахмет Байтұрсынов тағы да басқа Алаштың зиялылары барлық музейға барғанда мен өзімнің қазақ екенін түсіндім. Сосын қазақ екенін мақтандым. Осы кезде мен өмірде жеткен жетістіктердің бірі, үлкен жетістіктердің бірі деп есептеймін. Өзім руханиятыма, өзім жаңағы ішкі байлығыма, осы нәрсеме үлкен септігін тигізді. Себебі мен үшін, сіздер үшін, біз үшін Алаштың зиялылары барлығы бірігіп, қағиып кәріп жазып, бізге ю деген әріп керек, бізге мягкесін әріп керек, бізге ана әріп керек. Осы оны сызып, ел, дін, қазақ тілі, мектеп, жастардың сауатын ашу деген нәрселердің барлығы сонда кім үшін істеп сонда құрбан болып кетті олар деген ой келді. Иисустың өлең деген қазақ екен. Содан кейін мен негізі магазинда шашып істемей шықпай дедім ешқашан. Постоянно киім шығам, потому что мен бәрін айтып деп, мас болып жүрген кездер, иә. Содан киім деген нәрселер қызық емес болып бастады. Сыртқы вид, мен өзім ішкі мен өзіме қымбат болып бастаған кез. Жаңағыдай адамдар сыртқы бейнемен күтіп алады, ішкі бейнемен шығарып салады ғой. Сол үшін ғана келетін болды. Осы нәрсені түсінгеніме өте қатты қуаныштымын. Биыл Евразия Music Awards премиясының жыл жаңалығы аталымын еленген, ал туындылары жылдың үздік атанған Райм мен Артур дуэті де бүгінгі шараға арнайы шақырылды. Оларды музыкаға деген махаббат, сахнаға деген сүйіспеншілік, ұмтылыс пен ізденіс ілгері жетеледі. Сөйтіп жастардың талғамынан шығып тұтас республикаға танылып үлгерді. Мы, команда Didi Records, мы поем и работаем под руководством Данияра Рахмеджанова. Это очень уникальный и талантливый человек, который собрал 10 или 11 человек с разных мест, с разных поселков и с разными талантами. Одним из участников этой группы являемся мы, Райм и Артур. Раймбек, саған сөз. Қазақша сөйлейді қазір Артур. Ассаламу алейкум, құрметті жерлестер.
ең алдымен алғысымды осы организаторларға білдіргім келеді, және де Орал қаласының әкімдігіне білдіргім келеді. Рахмет. Біздерді осылай жас болсақ та осындай шараға сыйлап шақырып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Сіздерге енді сол қызығы ойлаймын, біздер осындай нәрсеге қалай жеттік, сол қызық шығар деп ойлаймын, сондықтан да шақырған шығарсыздар деп. Біздер осы нәрсеге тек қана бұл жерде Райым Артур емес, бұл жерде біздің бір әннің арқасында көтеріп кетті деп ойлайды, бірақ бір әннің артында көптеген еңбектер жатыр. Сол еңбек емес, ол жерде көптеген адамдардың еңбегі жатыр. Онда біздің командамыз, яғни DJ Records командасының еңбегі жатыр оның артында. Мен жалпы негізі сөзге жоқпын. Мен тек өлең айтам. Негізі ақынға қара сөзге қарағанда өлең оңай деп маған ағам айтқандай, өлеңмен жеткізіп берейін, соның бәрін қалай болғанын видеодан да көрерсіздер қазір артынан. Рұқсат болса. Интернет перевод жазсам отойды, аты барлығым мұрны өскен Пиноккио. 2009 қазақтар құлақта, сол кезде білдім не екенін құлаққа. Ойымда санамда бәрі тұрақтал, жаймен сезім жүрекнен ұнатады. Шара соңында түрлі салада толағай табысқа жеткен үздіктер облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Өнер әлемінде бағындырған белестер үшін DJ Records орталығына да осындай құрмет көрсетілді. 2018 выбор года, лучшая песня, руководитель центра Рахметжанов Данияр. Назерке Тоғжан, Біржан Амангелді, Нұртай Батырғали, Хет-трик арнасы. Моя вышка. 22 из 85 выпускников Назарбаев интеллектуальной школы этого года поступили в зарубежные вузы и решили не возвращаться. Чего вы писали? Вы зачем поменяли? Поменяйте, а? Фазл. Не возвращаться. Ой, у меня времени нет, они тут... Так прочитала бы, да, вообще? В службе коммуникации рассказали представители данной школы. Смотрите нас... Зачем вы смотрите наш следующий сюжет? Не надо вот это, смотрите наш следующий сюжет. Национальная служба коммуникации рассказали представители данной школы. То? Что делаете, Фазал? Я опаздываю, мне сейчас в школу надо. Там этот, да, сидит? Нуртай, да? Собака Нуртай. Все. Следующий, давайте быстрее. Около года назад в областном центре стал работать информационно-аналитический ресурсный центр по работе с молодежью города Москвы. Чего вы издеваетесь? Кайдағы Москва? Нуртай, Бондарш. Города Уральск. Аналитический ресурсный центр по работе с молодежью города. Я так не могу. Уберите оттуда Нуртая.
Теперь буду смеяться, как лучше. Фу. Нуртай, блин, таяқ жейсің қай шығамын ғой вообще. Около года назад в областном центре стал работать информационный... Ту, блин. Когда не